Сәлем достар, бірінші параграф сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру бірінші топтың есептері. 21 берілген көбейтіндісі қандай цифрмен аяқталады дейді. Бізге маңыздысы олардың соңындағы тұрған цифрлар. Яғни 71-ді 72-ге көбейткен кезде ең бірінші біз соңғы цифрларынан бастаймыз. Олай болса, алдыңғы цифрлар бізге қажет емес, соңғы екі цифрды көбейтсек, бізде 2 шығады. Енді осы шыққан санды келесі 73-ге көбейтсек, бізде соңғы екі цифрын көбейтеміз, 2 мен 3-ті 6 шығады. Енді осы шыққан 6-ны 74-ге көбейтсек, соңғы цифрын көбейтеміз, 6 мен 4-ті, бізде 4-пен аяқталады. Енді осы 4-пен аяқталып тұрған санды 75-ге көбейтеміз. Сонда 4 пен 5-ті көбейткенде 20, яғни 0-мен аяқталады. Сонда осы шыққан көбейтіндінің ең соңғы цифры 0-мен аяқталады екен. 22-шісі пропорциядан x-ті табыңыз дейді. Бізге мында периодты ондық бөлшектер берілген, оларды жай бөлшектерге айналдыру керек. Біріншісі, мынау берілген санды а деп белгілеп алайық. Енді осы жерде периодтан құтылу үшін осы периодтың біреусін алдыға қарай жылжытамыз. Ол үшін теңдіктің екі жағында 10-ға көбейтеміз. Сонда 10а тең болады 4 периодта 4. Енді осы екі өрнекті бір-бірінен азайтамыз. 10а азайтылған а екінші жағында бір-бірінен азайтамыз. Сонда бізде мында 9а болады. Мына жерде периодтар азайтылғаннан кейін 0 болып кетеді. Бүтін бөліктерін азайтқанда 4 болады. А тең 9-дан 4. Енді екінші санды табайық. Ол бізде Б болсын. Енді осы жердегі үтірден кейінгі санды бүтін бөлікке айналдырып аламыз. Ол үшін теңдіктің екі жағында 10-ға көбейтеміз. 21 периодта 6. Енді қарайық, біз айттық периодтан құтылу үшін периодтың біреусін бүтін бөлікке қарай жылжытамыз. Ол үшін 10-ға көбейтеміз. 10-ға көбейтсек 100 болады. 10-ға көбейтсек 216 периодта 6 болады. Енді осы екеуісін бір-бірінен азайтамыз. 90b тең болады. Периодтарды азайтқанда 0 болып кетеді. 216-дан 21-ді азайтамыз. 195. b тең 90-нан 195 екен. Енді орындарына қоямыз. 3,2. Мына жерде 9-дан 4. Мұнда x. Мұнда 90-нан 195. X-ті табамыз. Қарама-қарсы тұрған сандарды көбейтіп, x-ға қарама-қарсы санға бөлеміз. 3,2-ні жай бөлшекке айналдырайық. 10-нан 32 болады. Оны көбейтеміз. 90-нан 195-ге. Және мынау санға бөлеміз. 9-дан 4. Енді есептейік. X тең. Бөлуді көбейтуге айналдырамын. 10-нан 32 көбейтілген 90-нан 195 көбейтілген 4-тен 9. Енді қысқартайық. Мына жерде 10 мен 32-ні 2-ге қысқартуға болады. 32 мен 4-ті қысқартайық. Мұнда 8, мына жерде 1 қалды. 9 мен 90-ды қысқартайық. Мұнда 10 қалды. Мұнда 1. Енді 195 5-ге қысқарады. 5-ге қысқартайық. 10-ды 5-ге қысқартайық. 2, 195-ті 5-ге бөлсек. 3, 39 шығады. Енді қарайық. 8 бен 10-ды қысқартсақ, мұнда 5. Мұнда 4 қалады. 4 бен 2-ні қысқартсақ, мұнда 1. Мұнда 2 қалады. Не қалды? 2 қалды. 39 қалды. Бөлімінде 5 қалды. Сонда x тең 39-ды 2-ге көбейтсек
78. 5-тен 78. Енді оны біз ондық бөлшекке айналдырайық. Ондық бөлшекке айналдырсақ, 2-ге көбейтеміз. Мына жерде 10. Сонда 15,6 шығады. 23-сі. Пропорциядан x-ті табыңыз. Біз мына жақтағы периодтарды, период ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдырайық. Бірінші А болсын. Периодта 7. Енді оны 10-ға көбейтеміз. 10А тең 7, периодта 7. Оларды бір-бірінен азайтамыз. 9А, алдында 7 қалады. Сонда А тең 9-дан 7. Енді екінші санды Б деп белгілеп алайық. Енді оны 10-ға көбейтеміз. 10Б тең 31 бүтін, периодта 6. Енді осы периодтың бүресін алдыға қарай жылжыту үшін тағы 10-ға көбейтеміз. 100Б тең 316, периодта 6. Сонда екеуісін бір-бірінен азайтамыз. 90Б тең 316-дан 31-ді азайтсақ, 285. Б тең 90-нан 285 болады. Енді орындарына қойайық. 0 бүтін 1875 бөлімінде 9-дан 7. X бөлімінде 90-нан 285. Енді x-ті есептейік. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырамын. 1000-нан 875 көбейтілген 90-нан 285 бөлінген 9-дан 7. Мына жерде 125-ке қысқарып тастайық. 1000-ды 125-ке қысқартсақ 8, 125-ке қысқартсақ 7. Енді x тең 8-ден 7 көбейтілген 90-нан 285 көбейтілген 7-ден 9. Қысқартайық. 9 бен 90-ды мұнда 10, 7 мен 7-ні. Енді 285-ті 5-ке қысқартайық. 5, 57 шығады екен. Мына жерде 2. Сонда 16-дан 57 шықты. Енді оны аралас санға айналдырайық. 3 бүтін 16-дан 48 болғанда 9. 3 бүтін 16-дан 9 деген сан шығады екен. 24. Пропорциядан x-ті табыңыз дейді. Бірінші, алымдағы сан бізде А болсын. Енді оны 10-ға көбейтеміз. 10А тең 7, периодта 7. Бір-бірінен азайтамыз. Сонда 9А тең 7. А тең 9-дан 7. Бөлімін шығарамыз. Оны Б деп алайық. Енді оны 10-ға көбейтеміз. 10Б тең 31 бүтін, периодта 1. Екеуісін бір-бірінен азайтқанда 9Б тең болады 28. Б тең 9-дан 28. Орындарына қояйық. 9-дан 7 бөлімінде 9-дан 28. 1 бүтін 1875 бөлімінде x. Енді x-ті табайық. 28 бөлінген 9-ды. Мына жерде 1875 бөлінген 1000-ға көбейтеміз. Бөлеміз 9-дан 7-ге. Бірден көбейтуге айналдырайық. 9-дан 28 көбейтілген 1000-нан 1875 көбейтілген 7-ден 9. Қысқаратындарды қысқартамыз. 28 бен 7-ні. Мұнда 4. 9 бен 9-ды. Енді 1000-ды 125-ке қысқартсақ 8 болады. Ал мына жерде 125-ке қысқартсақ 15 болады. 4 бен 8-ді қысқартайық. Мұнда 2. Сонда 2-ден 15 қалды.
Ал ол бізде ондық бөлшекке айналдыру үшін 5-ке көбейтеміз. 10-нан 75. 7,5 шығады. 25-ші есептеңіз дейді. Бұл жерде де не бар? Периодты ондық бөлшектер бар. Оларды айналдырып алайық. Бірінші А тең 0 периодта 3. Оны 10-ға көбейтеміз. 10А тең 3 бүтін периодта 3. Бір-бірінен азайтсақ 9А тең 3 болады. А тең 9-дан 3. А тең қысқартсақ 3-тен 1. Екінші Б тең 0 бүтін. Енді оны 100-ге көбейтеміз, себебі 12. 12-ні 6-ға жылжыту керек. Сонда 100 Б тең 12 бүтін периодта 3. Енді осы периодтағы санды 6-ға қарай жылжыту үшін 10-ға көбейтеміз. Сонда 1000 болады. 123 периодта 3. Бір-бірінен азайтамыз. 900 Б. 123-тен 12-ні азайтамыз. 111. Сонда Б тең 900-ден 111. Орындарына қойайық. 3-тен 2 қосылған. Бізде 3-тен 1 шықты. Бөлінген 100-ден 25. Ал мына жерде бізде 900-ден 111 шықты. Бөлінген 925 бөлімінде 10.000. Енді қарайық, шақшаның ішінде бізде 3-тен 3 шығады, ал ол бізде 1-ге тең. Бөлуді көбейтуге айналдырайық, және 25 пен 100-ді 25-ге қысқартсақ, мұнда 1, мұнда 4. Сонда 4-тен 1 шықты, оны көбейтуге айналдырсақ, бізде 4 болады. Енді бөлімінде 900, 111 көбейтілген 925, ал мұнда 10.000. Осы 10.000-ның 2 нөлімен 900-дің 2 нөлін қысқартып жіберейік. 100 бен 925-ті 25-ге қысқартайық. 25-ге қысқартсақ 4. Оны 25-ге қысқартсақ 37. 111-ді 37-ге қысқартсақ, мұнда 1, мұнда 3. 3 пен 9-ды қысқартамыз. Мұнда 3 қалады. Енді не қалды? Мұнда 4, мұнда 4, мұнда 3 қалды. Тең, мынау негізгі бөлшекті бөлуге айналдырам. Сонда 4 бөлінген 3-тен 4. Көбейтуге айналдырам. 4-тен 3. 4 пен 4 қысқарады. Жауабы 3 екен.